Сәлемetsіздер ме? Бүгін 60 жастан асқан адамдар жиі жіберетін қауіпті қателіктер туралы айтамыз. Бұл кеңестер дәрігерлердің нақты ұсыныстары өміріңізді ұзартуға көмектеседі. Ендеше, басты 7 қателікпен танысып, олардан қалай сақтану керектігін білейік. Алғашқы қателік – дұрыс тамақтанбау. Көптеген адамдар жас ұлғайған сайын тамақтану әдеттеріне мән бермейді, бірақ бұл өте маңызды. Дұрыс тамақтанбау жүрек, асқазан және басқа да ауруларға әкелуі мүмкін. Майлы, қуырылған, тұзды, тәтті тағамдардан бас тартып, мәзірге көкөніс, жеміс, балық, ақуызды тағамдарды қосыңыз. Әртүрлі түсті көкөністер мен жемістерді таңдаңыз, оларда дәрумендер мен минералдар көп. Тамақты аз-аздан, бірақ жиі жеңіз. Бұл асқазан мен жүрекке жеңіл. Күніне 4-5 рет шағын порциямен тамақтану ағзаға пайдалы әрі энергияны сақтауға көмектеседі. Тұз бен қантты азайтыңыз. Тағамды буға пісіріңіз. Буға пісірілген тағамдар дәрумендерін жоғалтпайды және асқазанға жеңіл. Дұрыс тамақтану қатаң диета емес, өмір салты. Бұл өзіңізге және денсаулығыңызға деген қамқорлықтың бір бөлігі. Асқазан мен жүрек саулығы өз қолыңызда. Дәрігермен кеңесіп, өзіңізге қолайлы мәзір құрастырыңыз. Дұрыс тамақтану арқылы көптеген аурулардың алдын аласыз. Денсаулығыңызды сақтап, белсенді әрі қуатты өмір сүріңіз. Екінші қателік – қозғалыстың аздығы. Қозғалыс бұлшықет пен буын саулығының кепілі, жүрек пен қан тамырларын нығайтады. Күніне кемінде 30 минут жаяу жүріңіз, жеңіл жаттығулар жасаңыз. Лифттің орнына баспалдақпен көтеріліңіз, дүкенге жаяу барыңыз. Йога, жүзу, скандинавиялық жүріс, буынға жеңіл, денеге пайдалы. Белсенділік, ұзақ әрі сапалы өмірдің негізі. Қозғалысты күнделікті әдетке айналдырыңыз. Келесі қателік – дәрігерге уақытылы қаралмау. Аурудың алғашқы белгілерін елемей, тек ауырғанда ғана дәрігерге бару қауіпті. Жыл сайын профилактикалық тексеруден өтіңіз. Қан қысымы, қан, зәр анализі, қант пен холестерин деңгейі. Созылмалы ауруыңыз болса, дәрігердің бақылауында болыңыз. Кішкентай белгілерді де назардан тыс қалдырмаңыз. Ерте анықталған ауру, сәтті емделудің кепілі. Денсаулығыңызды бірінші орынға қойыңыз. Дәрілерді өз бетінше қабылдау өте қауіпті. Көп адамдар сырқаттанғанда немесе өзін жайсыз сезінгенде дәріханадан кеңес алмай, өздігінен дәрі сатып алып қабылдай салады. Бұл әрекет денсаулыққа үлкен қауіп төндіреді. Себебі әр дәрінің ағзаға әсері әртүрлі болады. Әр адамның ағзасы ерекше, біреуге пайдалы дәрі екіншісіне зиян болуы мүмкін. Кейбір дәрілер аллергиялық реакция тудыруы немесе бұрыннан бар ауруларды асқындырып жіберуі ықтимал. Сондықтан, дәріні тек дәрігердің кеңесімен ғана қабылдау керек. Дәрілерді дұрыс пайдаланбау бауыр мен бүйрекке артық салмақ түсіреді. Бұл ағзалардың жұмысын нашарлатып, қауіпті асқынуларға әкелуі мүмкін. Әсіресе созылмалы аурулары бар адамдар үшін бұл өте қауіпті. Бірнеше дәріні қатар қабылдағанда, олардың өзара әсерін тек дәрігер ғана бағалай алады. Кейбір дәрілер бір-бірінің әсерін күшейтіп, немесе әлсіретіп, күтпеген жанама әсерлерге себеп болуы мүмкін. Сондықтан ешқашан өз бетіңізше емделмеңіз, тек дәрігердің нұсқауымен дәрі ішіңіз. Дәрігер сіздің денсаулығыңызды толық бағалап, ең тиімді әрі қауіпсіз емді ұсынады. Дәрігердің кеңесін тыңдаңыз, дәрілердің тізімін өзіңізбен бірге алып жүріңіз. Денсаулығыңызға жауапкершілікпен қараңыз. Өз өміріңізді және жақындарыңызды қорғау үшін дәрі-дәрмекті тек маманның бақылауымен қабылдаңыз. Ұйқының жеткіліксіздігі, жүйке жүйесі мен иммунитетке зиян. Ұйқы кезінде ми мен ағза қалпына келеді, ақпарат өңделеді. Ұйқы қанбау ұмытшақтық, әлсіздік, депрессия, жүрек ауруларының қаупін арттырады. Ұйқы режимін сақтаңыз, бір уақытта ұйықтап, бір уақытта ояныңыз. Ұйықтар алдында экраннан бас тартыңыз, бөлмені қараңғы әрі тыныш ұстаңыз. Ұйқысыздық ұзаққа созылса, дәрігерге қаралыңыз. Толыққанды ұйқы, денсаулық кепілі. Стрессті елемеу, жүрек пен жүйке жүйесіне қауіпті. Созылмалы стресс қан қысымын көтеріп, иммунитетті әлсіретеді. Стресс, депрессия, ұйқысыздық, зиянды әдеттерге әкелуі мүмкін. Мәселені анықтап, шешуге тырысыңыз немесе көзқарасыңызды өзгертіңіз. Жақындарыңызбен сөйлесіңіз, қажет болса психологқа жүгініңіз.
Медитация, тыныс алу жаттығулары, хобби стрессті азайтады. Ішкі тыныштық денсаулықтың негізі. Су ішуді ұмыту. Бұл көптеген адамдарда жиі кездесетін қателік, әсіресе егде жастағылар арасында. Күнделікті күйбең тіршілікте су ішу қажеттігін естен шығарып аламыз. Алайда, бұл ағзаға үлкен зиян келтіруі мүмкін. Су ағзадағы барлық процестерге қатысады. Жасушалардың дұрыс жұмыс істеуіне, зат алмасуға, бүйрек пен терінің саулығына аса қажет. Су жеткіліксіз болса, ағзадағы көптеген жүйелер бұзылады. Аз су ішу, бүйрекке таз жиналу, терінің құрғауы, әлсіздік, бас ауруы, ас қорыту жүйесінің бұзылуы сияқты мәселелерге әкеледі. Бұл әсіресе қарт адамдар үшін қауіпті. Сондықтан күніне 1-2 литр таза су ішуді әдетке айналдырыңыз. Су ішу денсаулықты сақтаудың ең қарапайым әрі тиімді жолы. Шай мен кофе ағзаны сусындатпайды. Олар судың орнын баса алмайды. Бұл сусындар керісінше ағзадан суды шығарып жібереді. Таңертең 1 стақан су ішуді әдетке айналдырыңыз. Күн бойы қасыңызда су бөтелкесі болсын. Бұл сізге су ішуді ұмытпауға көмектеседі. Су сергектік пен ұзақ жастықтың кілті. Денеңізге қамқор болыңыз, су ішуді ұмытпаңыз. Міне, 60 жастан асқан соң жиі жіберілетін басты қателіктерді білдіңіз. Бұл кеңестерді күнделікті өмірде қолданыңыз, денсаулығыңыз өз қолыңызда. Дұрыс тамақтаныңыз, қозғалыңыз, дәрігерге қаралыңыз, дәріні тек маман кеңесімен ішіңіз, ұйқы мен суды ұмытпаңыз, стрессті жеңіңіз. Әр күннен ләззат алып, жақындарыңыздың қасында ұзақ болыңыз. Видео ұнаса, лайк басып, арнаға жазылыңыз. Келесі кездескенше аман болыңыз.